Жамбыл облысында жергілікті мафия жалғыз ұлымды суық қарумен жайратып салды деген әке ішкі істер министрінен көмек сұрайды. Айтуынша 25 жастағы баласын асқан айуандықпен атып кеткен. Қара жамылған әулет бұл іске қылмыс әлемі серкесінің қатысы бар деп отыр. Сондықтан мемлекеттік күзет тағайындауды сұрайды. Әріптесім Нұрайдин Рақай Құлан ауылындағы қанды оқиғаның жай жапсарын біліп келген еді. Боталап қалған анасының жасы сарқылғанмен зарынан еріксіз жүрегі езіледі. Қанды оқиғаны марқұмның туыстары жылап еске алды. Сағат 2:30 шамасында папам намаз оқып отқан кезімде тарс деген дауыстар шықты. 5 рет атылды дейді. 4-5 рет атылды бірінен кейін бірі дейді. Содан кейін соның артынша бір сағаттың көлемінде үйге милициялар келген. Балаңыз өз тяжелом состоянии больницаға түсті, атып кетті деп. Мәйітті денең түршікпей көру мүмкін емес. Ауыздан атылған оқ құлақ түбінен тесіп шыққан. Арқасынан тигені жүрек тұсын жұлып шыққан. Белі мен балтырында да оқ ізі қалған. Оқ деген бұл оқ құлақтың артынан шыққан оқ. Одан кейін міне мына жерден. Бақилық болған Ахмет Дүкенбайдың жақындары қанды қылмысқа ауыл жастарын ашса алақанында жұмса жұдырығында ұстаған қылмыстық топтың тікелей қатысы бар деп отыр. Айтқанына көнбеген, айдағына жүрмеген соң атып кетті деп топшылайды. Жаңағы такам макадек қойды оны. Сол осы ауылды жаңа ұстайтын смотрящий сол екен. Сол жаңа отыр дегенге отырады, тұр дегенге тұрады, жастар сондай болу керек деп. Енді бұл менің өз інім спортсмен ғой. Тепсе темір үзетін жігіт бұл. Салмағы дейін 130 киловаттай. Бойының өзі 180, бұның анша-мұнша аламайды. Сонымен бұны, видимо, енді елдің айтуы бойынша ары бері жұмсағысы келген, ары бері қол балағысы келген, бірақ бұл көнбеген деген деседі. Ажал құшқан 25 жастағы азаматтың артында 2 баласы мен жұбайы қалды. Марқұм соңғы аптада жарына барынша сақ болуды айтыпты. Ұл-қызын оңаша ойнатпа, бақылаусыз қалдырма, көзден таса қылма деп ескертумен болыпты. Бірақ оның мәнін түсінбедім дейді жұбайы. Солар ғой, солармен сондай конфликт болып жүр деп айтып жүрген болатын маған. Балаларды абайлаш, балаларға ие бош деп достар айтып жүрді. Алыс жақтарға жібермеші, қарап жүрші, тақ кесірі тиіп кетпесін, өзінде абайлап жүрші деп сондай әңгімелер болды. Ал 70-ке келіп жалғыз ұлынан айырылған әке отбасына арнайы күзет қоюды өтінеді. Мамыражай заманда, тыныштық заманда мына қырғын сүргін адам өлтірулер болып жатыр. Бұлар ертең бізді тоқтатпасақ, ертең бұлар енді жеке-жеке емес, семьяны қырып кетуі мүмкін. Бүткіл семьяны. Содан қорқып біз жаңағыдай вооружен охранама бірдеңе біз күзетсе деп айтамыз. Белгілі болғандай күдікті жарты тәулікте ұсталған. Қазір полиция бұл іске қылмыстық топтың қатысы бар жоғын анықтап жатыр. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің кісі өлтіру бабымен сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Полиция қызметкерлерімен күдікті анықталып, уақытша ұстау изоляторына қамаққа алынды. Қазіргі уақытта қылмысты жан-жақты тергеп тексеруге бағытталған қажетті тергеу әрекеттері жүргізілуде. Осылайша бір отбасын ойрандаған қанды қылмыс естігенді үрейлендіріп қойды. Сондықтан қозғалған іс бұрмаланбай әділ өтсінші деген жалғыз ұлынан айырылған әкенің жалғыз тілегі бар. Нұрайдин Рақай, Жанболат Аңдабай, Информбюро, Жамбыл облысынан.